Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Тілеуханның су жаңа әйелі туралы не білеміз? 17 қыркүйек таныстық, 18 қыркүйек үйленуге ұсыныс жасады дейді. Мен екінші әйелі емеспін. Экс-депутат Бекболат Тілеуханның інісі Мейрам Тілеухан жақында ғана Ресейден келген визажистке үйленген болатын. Оның жаңа жары туралы не білеміз? Бұл туралы Караван.kz медиапорталы хабарлайды. Мейрам Тілеухан қоғам белсендісі Тоғжан Кожалиева мен ажырасып, су жаңа әйелін көрсетіп елді таң қалдырды. Ол 25 жастағы София Кляйнға үйленді. Тілеуханның су жаңа келіні Ресейдің Саратов қаласында тұрып келген. Әкесі неміс болса, ал анасы қазақ. София әлеуметтік желідегі парақшасында оның тоқалы емес екенін, Тілеуханның су жаңа жары екенін айтты. Мен екінші әйел емеспін. 17 қыркүйек танысып, 18 қыркүйек маған үйленуге ұсыныс жасады. 22 қыркүйек күні никах болды. Яғни бір күнде бірдеңені құрту мүмкін емес, деді София. Мейрам Тілеухан 38 жаста, ал жары 25 жаста. Софияның пікірінше ондай жас аралығында ештеңе жоқ. Керісінше жұптар арасында бұл мінсіз жас екенін айтты.